Бүгін ежелден бері көшпелі өмір салтын ұстанып, дәстүрлі мал шаруашылығымен айналысып келе жатқан екі елдің статистикалық деректерін назарларыңызға ұсынамыз. Ол Қазақстан мен көршілес Моңғолия. Кеттік. Қазақстан жер көлемі бойынша 272 миллион 490 мың 200 гектар. 2023 жылғы деректерде Қазақстанда 29,4 миллион мал басы тіркелген. Оның ішінде ірі қара мал басы 6,6 миллион. Ұсақ мал басы 18,7 миллион, жылқы 3,8 миллион, түйе 0,3 миллион. Ал енді салыстырайық. Моңғолияда жер көлемі 156 миллион 411 мың 600 гектар. Жалпы мал басы саны 57,7 миллион. Ірі қара мал басы 5,1 миллион. Ұсақ мал басы 47,4 миллион. Жылқы 4,7 миллион, түйе 0,5 миллион. Бұл деректен нені аңғардық? Ірі қара мал басы саны бойынша айырмашылық аса көп емес. Бірақ ұсақ мал басы Моңғолияда 2,1 есе көп. Тағы бір қызығы ешкі саны бойынша бір шама көп. Мұның басты себебі Моңғолияда кашемир түбіті өндіру жақсы жолға қойылған. Қазақстанда 1 гектар жерге 0,108 малдан келсе, Моңғолияда 0,414 бастан келеді екен. Қорытындылай келе, Қазақстанның жайылым жерлері тиісті деңгейде пайдаланбай жатыр. Дәстүрлі жайылымдылық мал шаруашылығын көшпелі түрде пайдалануға әлі де мүмкіндік бар. Сіздермен бірге болған қызық дерек біздің әлеуметтік желілерге жазылуды ұмытпаңыздар.